Сәлем достар, дажахау. Бүгін біз 3-ші сабақта өтетін боламыз. Бұл сабақ тақырыбы ни жау, шымы меңзі. Ни бұл бізде алдыңғы тақырыпта өткенбіз. Сен деген мағынаны білдіреді. Ни, сен. Жау бұл бізде аталу, не болмаса шақыру деген мағынаны білдіреді. Шымы. Шымының аудармасы не болмасам қандай. Меңзі аудармасы есім, не болмаса ат. Есім ат. Яғни ни жау шымы меңзі. Сен аталасың қандай есіммен. Қысқаша айтқанда, сенің атын қандай? Сенің атын кім? Бұл біздің 3-ші сабағымыздың тақырыбы. Енді мына жердегі суретке назар аударайық. Мына астында тұрған иероглифтермен пининдерді төбеде тұрған суреттермен сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші сөз бұл бізде жоңго. Жоңго аудармасы Қытай деген мағынаны білдіреді. Қытай бұл жерде бізде си. Екінші сөз ол мейго. Бұл бізде ақш деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде ақш ди. Үшінші бұл жерде жоңгорен. Жоңго бұл айтылып өтілгендей, бұл Қытай деген мағынаны білдіреді. Ал рен бұл адам деген мағынаны білдіреді. Яғни жоңгорен Қытай адамы. Қытай адамы бұл жерде F. Төртінші ол мейгорен. Мейго айтылғандай ақш. Рен ол адам. Яғни ақш адамы. Сонда болады И. Бесінші лаушы. Лаушы бұл мұғалім деген аудармасы. Сонда бұл болады Эй. Алтыншы бұл бізде шешің. Шешің аудармасы студент, яғни бұл Би. Осылайша бұл аяқталады. Енді бірінші текстке назар аударайық. Ни жау шымы меңзі, во жау Лүйе. Ни, сен, жау аталу, шақырылу, шымы не болмаса қандай, меңзі есім, яғни сен аталасың қандай есіммен. Қысқаша айтқанда, сенің есімің кім, қандай. Бұл сұраққа жауап беру, бұл бізде о. О дегеніміз бұл бізде мен деген мағынаны білдіреді. Менің, о, менің, жау, есімі айтылуым, шақырылуым, Лүйе. То есть мен шақырыламын Лүйе. Қысқаша айтқанда, менің атым Лүйе. Міне, ни жау шымы меңзі, во жау Лүйе. Мына Лүйенің орнына сендер өздерінің аттарыңды қойсаңдар болады. Сонда болады во жау, мысалға айтқанда жансая, во жау шырақ. Бұл сендердің аттарыңды айтылуының білдіреді. Яғни ни жау шымы меңзі, сенің атың қандай. Сендер жауап бересіңдер, во жау та-та-тақ. Түсінікті ғой, Енді мына жаңа сөздерге назар аударатын болсақ, жау шақырылу, айтылу, шымы. Бұл бізде не болмасам қандай деген мағынаны білдіреді. Меңзі бұл ат, есім, во бұл мен, менің деген мағынаны білдіреді. Мына жерде Лүйе деген тоже бар екен, бірақ бұл бізге қажет емес, бұл кәдімгі Қытайдың адамдарының есімі. Бұл бізге қазіргі қажет емес, тек қана бізге керек осы мына сөздерді біліп алу. Екінші текстке назар аударайық. Ни ші лаушы ма, о бу ші лаушы, о ші шешің. Ни, сен, ші бұл бізде болу деген мағынаны білдіреді. Ші болу. Лаушы мұғалім, ма бұл бізде жай сөйлемдерді
сұраулы сөйлемге аударатын сұраулы шылау, я. Так, сонда бізде мына жерде қараңдар. Мынаны жоқ деп ойлаңдар. Ни ші лаушы, ни сен боласың мұғалім. Сен мұғалімсің. Ал мына жерде ма пайда болды, сонда бұл болды ни ші лаушы ма. Яғни сен мұғалімсің ба. Бұл уже вопросительный, яғни сұраулы сөйлем. Ни ші лаушы ма. Мен бу ші лаушы. Бу деген сөзді біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Будың аудармасы ол жоқ деген мағынаны білдіреді. Ал жоқ пен болуды қосатын болсаң, сонда бізде болымсыз сөз, яғни болмау, емес деген мағына пайда болады. Яғни бушы ол болмау. Міне, болымсыз сөйлем. Жай сөйлемнен болымсыз сөйлем жасайды бұл. Бушы лаушы. Лаушы бізде мұғалім. Бушы лаушы. Мен емеспін мұғалім. Мен мұғалім емеспін. Мен шы болу. Шешің студент. Мен студентпін. Мен мұғалім емеспін. Мен студентпін. Яғни мына жерде ма, бізде бұл сұраулы сөйлем жасайды. Ал мына жердегі бұл бізде болымсыз сөйлем жасайды. Ни ші лаушы ма. Бу ші лаушы. Шы шешің. Енді жаңа сөздерге тоқталайық. Шы болу. Лаушы мұғалім. Ма бұл бізде жай сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдыратын сұраулық шылау. Бұны бізде қолданады сөйлемнің соңында. Көбінесе бұл қолданылған сөйлемдер, сұраулы сөйлемдер я немесе жоқ деп жауап беретін ответтерді талап етеді. Шешің бұл бізде студент. Енді үшінші сөйлем, үшінші текст. Ни ші жоңғо рен ма? 我不是中国人，我是美国人。你 сен 是 болу, 中国 бізде Қытай, рен адам. Ма, яғни ма бұл бізде сұраулы сөйлем жасайтын сұраулы шылау. Яғни ни ші жоңғо рен ма? Сен боласың Қытай адамы ма? Сен Қытай адамысың ба? Мен бушы болмаймын, яғни мен емеспін. Жоңғо рен Қытай адамы. Мен Қытай адамы емеспін. Мен шы боламын. Мэйго ақш рен адамы. Яғни бушы жоңғо рен. Мен Қытай адамы емеспін. Шы мэйго рен. Мен боламын ақш адамы. Сөздерге тоқталатын болсақ, рен бұл бізде адам. Жоңғо бұл бізде Қытай, және де мэйго бұл бізде ақш. Енді мына жерге назар аударайық. Мына жерде, мысалы, ни, сен, ни дяо, шыма мingзі. Ни дяо шыма мingзі. Сенің аталасың қандай атпен? Яғни сенің атың кім? Ни дяо шыма мingзі. Бұны сендер осы сұрақтың жауабын комментарияға жазып кетіңдер. Так, мына жерде Дж міне. Дж пенені және оның аудармасы мынау. Мынау деген мағынаны білдіреді. Дж, шы, шымы. Дж бұл мынау, шы болу, шымы не. Мынау не. Аудармасы мынау не. Дж шы шымы, мынау не. Енді бұған ответ беру үшін сендер просто мына жердегі шымы деген сөзді алып тастайсыңдар да оның орнына затты қоясыңдар. Бізде мына жерде шу деген зат бар екен. Шу бұл бізде кітап. Аудармасы шу, мынау пенені, мынау аудармасы бұл кітап. Яғни дж шы шу. Дж шы шымы десе, мынау не десе, дж шы шу. Яғни мынау кітап. Дж шы шу. Түсінікті ғой, ә? Мына жерде дж шы шымы шу. Яғни дж шы шымы шу. Мынау болады шымы. Қандай кітап? Мынау қандай кітап? Мынау не кітап?
бұған ответ беру үшін біз просто қолданамыз. Мынау шыммыны алып тастаймыз да, шыммының орнына сөз қоямыз. ЖШ, мысалға айтқанда, ЖШ Жоңго шу, яғни бұл Қытай кітабы. ЖШ Жоңго шу. Түсінікті ғой, иә? Яғни ЖШ шымы. Шымы бұл бізде сұрақ қоюға көмектесетін сондай сөз да. Осы сөз, мысалы, осы ЖШ шымы дегенге жауап беру үшін мына шымыны просто сендер алып тастайсыңдар да, бұның орнына жауаптарын жазасыңдар. ЖШ, мысалға айтқанда, ЖШ шу, бұл кітап. ЖШ шу. Мына ЖШ шымы шу болса, шымы деген алып тастайсыңдар да, жауап бергілерің келсе. Просто ЖШ ответтеріңді осы шымының орнына қойып жауап бересіңдер. Мысалы, ЖШ Жоңго шу. Түсінікті деп ойлаймын. Дальше. Мына жерде бізде грамматика жазылған. Бұл грамматикаға байланысты тұрған бірінші бізде осы жай сөйлемді қалай дұрыс қоюға болатындығы көрсетілген, және де болымсыз түрін және жай сөйлемнің негізгі өзінің түрін қалай жасауға көрсетілген. Оны жасау үшін біз бірінші есімдіктерді аламыз. Есімдік деген ол, сен, мен, адам аты, осылардың барлығы есімдікке жатады. Осы сөздерді аламыз, және де одан кейін біз ш дегенді қоямыз. Ш бұл бізде болу. Болымды жасағыларың келсе, просто шының өзін аламыз. Сонда болады. И осы шыдан кейін біз зат есімдерді қоямыз. Сонда болады бізде лүйе шы, лаушы. То есть лүйе болады мұғалім. Яғни лүйе мұғалім деген мағынаны білдіреді. 我是美国人. 我是美国人. Мен боламын ақш азаматы. Мен ақш азаматымын. Чтобы мынау сөйлемді болымсыз қылу үшін, мысалы, мен ақш азаматы емеспін деу үшін, біз бұл жерге жай ғана бу деген сөзді қосамыз, болды. Сонда болады 我不是美国人. Яғни мен емеспін ақш азаматы. То есть мен ақш азаматы емеспін деген сөз пайда болады. Мына 我不是老师. Мен мұғалім емеспін. Яғни сендер жай сөйлемді әшейін жасау үшін бірінші есімдікті қоясыңдар, есімдіктен кейін осы глагол шыны қоясыңдар. Егер сөйлемдеріңді болымсыз жасағыларың келсе, шының алдына бу қоясыңдар. Сонда бушы пайда болады. Осы бу немесе шыдан кейін сендер просто зат есімді қоясыңдар, немесе зат есімнің фразасын қоясыңдар. Болды. Яғни 我是老师, 我是学生, 我是中国人, не болсам 我不是中国人, 我不是美国人, 我不是老师. Осылай сендер просто жасай бересіңдер. Жай ғана осы грамматиканы қолданып. Бірінші есімдік, одан кейін ш, не болмасам бушы, одан кейін зат есім. Болды. Осыған пример келтіріп, сендер комментарияға жазып кетіңдер, мен оны дұрыс немесе бұрыс екенін айтып кетемін. Мынау екінші грамматика, бұл бізде маға байланысты. Ма бұл бізде сұраулы сөйлемді жасайтын, иә? Сұраулық сөйлемді жасайтыны. Бұны жасау үшін бірінші бізде сол есімдік, субжект керек. Одан кейін мынау жаңалдегі ш болу, одан кейін мынау зат есімдер, и соңында осы маны қосып жіберсек болды. Яғни мынау алмасақ, яғни мынау болмаса, мынау тек қана жай ғана сөйлем. Мына екеуі бірдей, міне. Екеуінің грамматикасы бірдей, бірақ бұл жерге тек қана
сұраулы сөйлем жасау үшін сөйлемнің арқасына тек қана осы маны қосса болды. Түсінікті ғой, иә? Яғни ма бұл бізде жай сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдыратын сұраулық шылауы. Бұл оп-оңай. Бұны сендер любой жай сөйлемнің арқасына қоссаңдар болды. Ол сұраулы сөйлемге айналады. Мысалға айтқанда, ни шы мейгорен ма? Сен боласың ақш азаматы ма? То есть сен ақш азаматысың ба? Ни шы жонғорен ма? Сен Қытай азаматысың ба? Ни шы лаушы ма? Сен мұғалімсің ба? Яғни ма бұл бізде осы сұраулық шылауларды жасауға арналған зат екен. Енді мына жерге қараймыз. Бұл жерде сұрақтар жазылған. Мына ни жау шымы меңзі. Ни жау шымы меңзі. Сенің атың кім? Сенің атың қандай? Бұл жерге біз жауап беру үшін просто нидің орнына біз атымыз жазамыз. О деп айтамыз. Менің, яғни. Менің. Одан кейін жау дейміз да. Мына жауды, осы жауды біз мына жаққа әкеліп, осыдан кейін өзіміздің атымызды жазамыз. Яғни жау жансая, жау айым, жау асқар. Любой ат жазамыз. Яғни өзіміздің атымызды айту үшін просто жау та-та-та. Жау та-та-та. Яғни ни жау шымы меңзі деп саған біреу сұрақ қоятын болса, сен жай ғана жау деп өзіңнің атыңды айтасың. Екінші сұрақ. Ни шы жонғорен ма? Ни шы жонғорен ма? Ни сен шы болу. Жонғорен, яғни Қытай азаматы ма? Бұл бізде сұраулық, иә? Ни шы жонғорен ма? Сен Қытай азаматысың ба? Бұған жауап беру үшін сен жай ғана ошы жонғорен, не болмасам бұшы жонғорен, ошы мейгорен деп айтасың. Міне. Ошы мейгорен, мынау керек емес. Мына жерге оны қойсаңдар болады. Не болмасам бұшы жонғорен, ошы мейгорен десеңдер болады. Ни шы лаушы ма? Ни шы лаушы ма? Ни шы лаушы ма? Ошы лаушы десеңдер болады. Не болмасам бұшы лаушы, ошы шешің деп айтсаңдар тоже болады. Бесінші сұрақ. Ни шы шешің ма? Сен студентсің ба? Егер сен студент болатын болса, сен жай ғана ошы шешің дейсің. Егер сен студент болмайсың, сен мұғалім болатын болсаң, сен айтасың бұшы шешің, ошы лаушы деп. Так, мына жерге бір қарайық. Бұл жерде мына суреттер арқылы мына жердегі бос орынды толтыру қажет. Так. Бірінші. Тажау, сяудан, ташы, рен. Бұл жерде біз қай елдікі екенін айту керек екенбіз. Мына жерде та деп тұр. Та бұл бізде ол деген мағынаны білдіреді. Қытай тілінде та, ол деген бізде қызға да бар, ұлға да бар. Ұлда, қызда екеуінің айтылуы бірдей. Яғни екеуінің де айтылуы бірдей. Мысалы, орыс тілінде он ана болса, Қытай тілінде та болады. Яғни қазақ тілі сияқты ол. Бірақ Қытай тілінде қыздардың және де ұлдардың олы екеуі екі түрлі жазылады. Мысалы, мынау ұлдардың олы болса, мынау ол деген сөздің ұлдардың версиясы, ал қыздардың версиясы ол мынандай. Осылай мынау қыздардың версиясы тасы, мынау ұлдардың тасы. Түсінікті ғой, иә? Тажау аталады.
Сяодан. То есть ол аталады сяодан. Оның аты сяодан. Ташы та ол, шы болады, жын адамы. Қай елдің адамы деп ойлайсыңдар? Қытай не болмаса ақш дейік. То есть ташы мэйгуажын. Та ол, жау болады, аталады, яумин. То есть оның аты яумин. Та ол, шы болады, жын. То есть бір елдің адамы, жын адам. Сонда болады бұл Қытай деген. Сонда болады та жау яумин, та шы жонғуажын. Яғни оның аты яумин, ол Қытай адамы. О, мен бушы емеспін, болмаймын бір нәрсе. О, мен шы боламын, шешің студент. Яғни мен мұғалім емеспін. Яғни о бушы лаушы, ошы шешің. Ошы қай елдікі деп ойлаймыз. Давайте Қытай дейміз. Ошы жонғуажын. Яғни о бушы лаушы, ошы шешің. Ошы жонғуажын. О, мен шы болу, бір зат. О, мен бушы болмаймын, емеспін, шешің студент. О, мен шы боламын, бір ел. Мына жерге ел қоямыз. Ошы, мынау бізде мұғалімге ұқсайды. Сонда бұл жерде болады лаушы. Ошы лаушы, о бушы шешің. Ошы қай елге ұқсайды? Ақшқа. Мэйгуажын. Яғни ошы лаушы, мен мұғаліммін. О бушы шешің, мен студент емеспін. Ошы мен мэйгуажын, ақш адамымын. Осымен біздің үшінші сабағымыздың аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, видеоға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар. 再见。